қауым, сіздерді Қазақстан Республикасы Конституциясының 27 жылдығымен шын жүректен құттықтаймыз. Ұшса құстың қанаты талатын, шапса тұлпар тұяғы тозатын, кең дала жазылмаған заңдардың тынысқа сай тәртіптің арқасында бабадан бізге жетті. Қазақ елінің заңнама тарихы 14-15 ғасырлардан басталды. Қазақ хандығы тұсында билік пен бірлікті қамтамасыз ететін жаңа заңдар жүйесі қалыптасты. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысы, бүгінгі ата заңымыздың алтын арқауы, бастау бұлағы. Бұл күннің тәуелсіз Қазақстан үшін бағасы артық, мәртебесі биік. Өйткені тұрақтылық пен татулықтың тұғыры болған қастерлі құжат еліміздің киелі кітабына айналған күн. Адамзаттың құндылықтарды дәріптейтін ең үздік 50 конституцияның қатарына енетін Қазақстанның ата заңы әлемдегі ең жас конституциялардың бірі. Озық әлемдік тәжірибені, тарихи және ұлттық дәстүрлерді арқау еткен Қазақстан Конституциясы халқымыздың бірлігі мен мемлекет тәуелсіздігінің берік негізі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Өркендеп, өз қолына алған ісі, биікке қазағымның самға құсы, халық боп, қадір тұтып қастерлеген, ата заң, азат елдің ар намысы. Жығылмас, ешқашанда елі жарға, алдында туыстайтын елі барда. Көтеріп көк байрағын ер қазағым, қадам басып келеді үлкен жолға. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы кіргізілсін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Армысыздар қымбатты жиылған қауым. Тарихы бар дастанында ерліктің,
дәстүрі бар, үлгісінді елдіктің, Қазақстан алтын бесігі отаным, нұр ордасы, татулық пен теңдіктің. Ата заңым лүпілдеген жүрегім, ата заңым тәуелсіздік тірегім, ата заңым мейірім ана алақан, ата заңым көк байрақты ұл елім. 30 тамыз Конституция күніне орай, айбыны асқақ ата заң атты мерекелік салтанатты концертімізге қош келдіңіздер. Қай елде болмасын, заңның ең үлкені, темірқазығы Конституция болып табылады. Қазақстан Республикасының Конституциясының 27 жылдығына арналған мерейлі мерекемен құттықтау үшін сөз аудан әкімі Серік Сахитжанұлы Сермағамбетовке беріледі. Ардақты, Конституция қағаз жүзіндей құжат емес, елдің, халықтың, әрбір азаматтың өмір сүру ережесі. Біз ортақ тарихи тағдыр біріктірген Қазақстан халқы деп басталатын ата заңымыздың бойына еліміздің ең басты құндылықтарын түгел сыйғыза білдік. Тәуелсіздік халқымыз үшін ең қастерлі де, ең басты елдік ұғым. Ал ата заңымыз мемлекеттіліктің іргесін бекітумен қатар, оның халықаралық құқықтық кеңістікте демократиялық үрдістерді басты бағдар ете отырып, ұдайы өркендеуін қамтамасыз ететін негіз. Конституция тәуелсіздігіміздің кепілі ретінде бірлігімізді бекемдеп, экономикамызды нығайтуда, әлеуметтің әлеуетін арттыруда берік тұтқаға айналды. Әрине, біз талай қиыншылық пен экономикалық дағдарыстарды, саяси сыңдарды бастан өткізіп келеміз. Бәсекелестік талаптары күшейді. Адамзат үшін мүлде жаңа экономикалық, технологиялық, ақпараттық және мәдени орта қалыптасуда. Біз жаңа ортаға бейімделіп қана қоймай, мемлекет басшысының бастауымен жаңа Қазақстан құруды ұлы мақсат еттік. Жер жаһанда 200-ден астам ел болса, оның ішінде 193 мемлекет тәуелсіз. Сол мемлекеттер арасында ойып тұрып орын алған Қазақстан Республикасының да айшықты орны бар. Биыл ел тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі республикалық референдум өткізілді. Бүгіннің ғана емес, келешек ұрпақтың тағдырына тікелей әсер ететін маңызды сәтте барша қазақстандықтар өз таңдауын жасады. Нәтижесімен ата заңымыздың 33 бабына қайта түзету енгізілді. Аудан халқы аталған саяси науқанда белсенділік таныту арқылы түбегейлі бетбұрыс жасауға ұмтылысын көрсетті. Жасампаз ел болуға деген ықылас ынтасын байқатты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ата заңға өзгерістер енгізу реформаларымыздың соңғы сатысын емес, енді басталғанын білдіреді. Біз елімізді жан-жақты жаңғыртуды жалғастырамыз. Жаңартылған Конституция негізінде биліктің барлық институты қызметінің мейлінше тиімді моделін қалыптастырамыз. Олардың арасындағы үйлесім мен тепе-теңдік механизмін нығайтамыз деді. Осылайша жаңа референдумды қабылдаған еліміз жаңа кезеңге қадам басты. Бір шаңырақ астында 100-ден астам ұлт пен ұлысты үйістіріп отырған Қазақстан Республикасындағы барша азаматтардың негізгі сүйенері де, қорғаны мен қамқоршысы да ата заңымыз десек жарасымды. Қымбатты жерлестер, әр елдің өзіндік даму жолы бар. Біз тәуелсіздік алған ширек ғасырдан астам уақыт ішінде ғасырға татырлық ғаламат істерді атқардық. Әлем картасында Қазақстан деп аталатын тәуелсіз мемлекет қалыптастырдық. Дүние жүзінде мойындаттық. Ынтымағы жарасқан еліміздің бағын асыратын, мерейін тастатын үлкен істерде жарқын жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспін. Айтулы
өмірден әділдікпен бақ табатын, құқығым қорғалды деп мақтанатын, елімнің жас өркені келеді өсіп, бұл біздің алтын заң деп мақтанатын. Даламыздың кеудесіндей көлемі, өркениет көшбасында өнері. Ата заңым өмір бақтың өркені, жалпы әлемде мәртебесі мәнері. Мереке құрметіне орай ұйымдастырылған концертімізді қабыл алыңыздар. Ақ желкен биі сахнада той думан бей тобы қарсы алыңыздар. Қошеметтеріңіз. Туған елім әнімен орындайтындар Сабыржан Көлбаев, Дәулеткерей Қуанқанов, Қайрат Алмағамбетов, қарсы алыңыздар. Ғажапталам бақталам, саңлақтарын баптаған, сенен артқан асыл өлке жоқ маған. Туған елім байрақты, төскейіңде төлеген, көктеуіңді тілеген, ұлы дала ұландары батты. Ұлы дала бабалар басқан мекен, ертіс баян тарихи дастан мекен. Аймалаған айлауры маралды көл байлығы, байтақ өлкем жарқырап нұрланып.
өлкен жарқырап нұрлана бер. Ғұламалар ғалымдар, алаш қайғы дарындар, бұл далада сақтан қалған сарын бар. Аңыз далам ғасырлармен сырласқан, көсемдер мен батырлар, шешендер мен ақындар, топырағында тербетілген марғасқа. Ұлы далам бабалар басқан мекен, ертіс баян тарихи дастан мекен. Аймалаған ай нұрын, маралды көл байлығын, байтақ өлкем жарқырап нұрлана бер. Аймалаған ай нұрын, маралды көл байлығын, байтақ өлкем жарқырап нұрлана бер. Ұлы дала бабалар басқан мекен, ертіс баян тарихи дастан мекен. Аймалаған ай нұрын, маралды көл байлығым, байтақ өлкем жарқырап нұрлана бер. Аймалаған ай нұрын, маралды көл байлығым, байтақ өлкем жарқырап нұрлана бер. Рамазан Таймановтың әні «Сырана» орындайтын әнші Мейрамкүл Сәрсенбаева. Дарияның данасы сен сырана, дәуірлердің санасы сен сырана. Құшағыңда қалың қазағы ұйысқан, алталаштың анасы сен сырана. Жаратқанның сыйындайсың, ұрпағыңа бұйырғайсың, дүниедегі дариялардан асың. Өміріңнің өзегі сен, келешектің кезеңі, туған жерім сыралаштың анасы. Туған жерім сыралаштың анасы. Даңқың сенің күнен озып айғасқан, жайсаң жұртың қуанышын тойласқан. Мәңгіліктің мекені деп осы өлкем, қорқыт бабам жағаңа кеп жайғасқан. Асылдардың кемесінен, ғасырлардың көмбесінен, жақыт болып шашыласың сырана. Қартаймайтын қазағым сен, ортаймайтын қазаны, аралыма асығасың
Күйлерден топтама орындайтын Есбол Қадырқұлов, Ерімбет Орынбасаров.
Орындайтын аудандық мәдениет үйінің шәкірттері. Қарыз алыңыздар. Қайсар елім күші бар бірлікте, рухы асқақ намысы жүректе. Жетер бастан өткерген азабын, талмап самғап биікке қазағым. Аллашым жасасын құлатпай байрақты, ай көмделік сәнді айбатты. Қазағым менің тәуелсіз елім, жүрегім сенсің, жүрегімдесің. Өмірдің әнін көңілдің бәрі, адамын дедің өзіңе елім. Ата, бабам, қазақ деп туалған, ұрпақ жалғап, орына боларман. Азат күнде тәуелсіз бастардан, қолдап өсер болашақ жастарын. Аллашым жасасын құлатпай байрақты, ай көңілім сәнді айбатты. Қазағым менің тәуелсіз елім, жүрегім сенсің, жүрегімдесің. Өмірдің әнін көңілдің бәрі, адамын дедің өзіңе елім. Мен қазақпын, мың өліп мың тілген, жүрегіммен таныстым мың тілімен. Жырлағанда жүрегім көн тұтылып, қуанғанына күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, қырғызы туысқан, бірге тартқан, тарланың туысқанның. Арамызда қара көз бір қыз, бәлкім бөлікпеген негізге уысқанның. Қазағым менің тәуелсіз елім, тілегім сенсің, жүрегімдесің. Қазағым, қазағым, қазағым жаса мәңгі. Қазағым, қазағым, қазағым жаса мәңгі. Тәуелсіз елім, жүрегім сенсің, жүрегімдесің. Өмірдің әнін көңілдің бәрі, адамын дедің өзіңе елім. Сахнада термешілері Айбек Тәңірбергенов, Гүлжамал Бейсова, Ғанибек Өмірзақов, Айнұр Сүйеуова. Söylese söz tabaları hizmetkerinin baspanlan. Uluqsatın menen söyleymin, aytbaymin bilim asqanlan. Şaruvalıqtan tarıqbay jer berkine qossalgan, әңгімеден тарықпай ерлер менен дос болған. Білімсіз байдың белгісі дәулетіне мас болған, білімсіз ердің белгісі тумасы менен қас болған. Ақ патшаның
законы партия түзеп тасталған. Заман ақыр болмайды, ой, топан суы болмайды, ағын дария тасқаннан. Жерге де егін шықпайды, нұр жаумаса аспаннан. Қойдан қозы тумайды, балтанбаса қошқардан. Әлсіздерге әл болған, шаршағанға жал болған, осындай сөздер достардан. Пенделікпенен айтамыз, бұйрығынан Алланың, ой, құтылмайды ешкім қашқаннан. Қосаңда арсаң жетелеп, елпеңдеп неге ермейін, көктен бері сағынып, бас қосқан соң сіздермен барымда бүгіні сермейін. Ұқласаң менен тыңдасаң, сөзімді пұлдап несіне, бойымды балап керінейін, атасы тегін жел сөзден, баспасыңа жетерлік, еншіңдау неге бермейін. Атамыз алыс болғанымен, атамыз алыс болғанымен, жәмиғі қазақ бір туған, бір бәлеге жолығар, есебін таппай сөз қуған, әуеде ұшқан көкшулан, әуезі төмен аққудан, жақсының сөзі жалдайдау, тілі де тәтті бал судан. Жаманның сөзі ашыдыр, адам ішпес әрудан, шойыны менен тең болмас тұтқазы күміс жез құмған, басында іспет бермей ма, ағармас күнді бет жуған, шу дегенде озбай ма, асылда туған наз бедеу, қайтпай бір шапқан көп тудан. Алысқа шапсам арман тұлпардан туған, мен бұдан алаштың ғана ұлымын, азаттығы үшін көріспеу азамат деген атқа жат, ойланбай өтесем отқа да, мәртебең үшін мәрт қазақ. Ақса өткейіп, асылдан дұшпанның құтыны қашырған, жібермей жауға есені бес қару сайлап асынған, бабалары өтті кешегі Аллаға ғана басырған, ел болдық бүгіні еңселі қуанышымды жасырман. Күткенің қалқым көседі көктемгі қилы ғасырдан, бағымда менің беселі қайтпаған ғазиз басымнан, кемеңгері елдің көсемі абыройымды асырғаны. Жыпар ауасы, Қаратау қорғаны қалыбым, сыр елі алаш анасы, босқын боп келгені қазаққа болған еткелім панасы. Қандырған шөлін қалықтың, еділмені ерті шағасы, татулық сыйын танытты алаштың арлы баласы. Әнменен күйін талам
тектілік тұнған аламның, қанымен туған бабамның, арымен туған анамның, дүниеде жетпес бір саған дидар дархан даламның. Аққу құс болар көлдегі, көл бетіндегі киесі, жусаны жұпар белдегі, жер бетіндегі иесі. Қазақта елміз қаламат, көңіліңді тербер күй осы. Ағайын бізге аманат, Алланың берген сый осы. Сый осы. Gözüm büyük sanamaydı, ел үшін еңбек күшін аямайды. Bir өзі білсе дағы білдім демес, сынатып көпке салып шамалайды. Серік бол шаман келсе, сонда ермен тар жерде басамандық жарамайды. Кескенін кем ақылдың қарап тұрсаң, көтеріп көзін тауға бағалайды. Шыныдай сынып кетіп сәл нәрседен кеуліңді қатты сөзбен жаралайды. Қолына опасыздың олжа түссе досымен жолдасына қарамайды. Дүнияның опасы жоқ ойлан ерлер арбадай тегермесіз домалайдың Классикалық әндерден попури орындайтын әнші Жанболат Мұхан. La cosa era giornate sole, un'aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca pariggiana festa, che bella cosa era giornate sole.
Stasera niña mía y sol mantanto te lo do. Colado vede spesi un gran canto e pi farnavo. Cola cosenti fughi ma si fughi te lascia star. E non ti corsi prosti non distrughi a regolar. Lessi, viamo in giantunar. Lessi, viamo in giantunar. Funicola, viamo in giantunar. Funicola. Lessi, viamo in giantunar. Lessi, viamo in giantunar. Funicola, viamo in giantunar. Funicola. Ақындар тартуы Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығына орай сахнада Мерей Бақытқызы, ақынның шығармашылығынан үзінді. Алтынбек Қыстаубаев ана тілім, жеке шығармашылығынан. Берде емес әріде, пәлен жұрттың жерінде болған жақсы хандадан. Талай көріп қауіпті, талай жұртты шауыпты. Жасында боп бек мазаң, жас жеткен соң жабығып, аттан-стан жалығып, жай жатуды ойлапты. Кәрі ханды қажалап, енді өзгелер мазалап, жай жатқызбай қоймапты. Жаудан дадан жерлерін, қорғамаққа елдерін, Həmən tuttu көп әскер. Қолбашылар қалғымас, тұс-тұсынан шықты қас. Оңнан күтсе жау солда, қырдан күтсе жау суда, сырттан десе құбыладан, жан жағынан жауырды, жылап-жылап жіберді ызасынан хандадан. Қатты күйді, қайғырды, хан ұйқыдан айырылды. Həmən қауіп қатерде, ойлап-ойлап қарайды. Не қылсам деп жарайды, білмейді не етерге. Безген ат боп белінен, әр нәпсінің желінен. Бар екен бір данышпан, жолды санап қарайтын, содан ақыл сұрайтын, сасқан яки адасқан. Арнап кісі шаптырып, көп-көп сәлем айттырып, шақыртады хандадан. Алтынбек Қыстаубаев, ана тілім, жеке шығармашылығынан. Ана тілім, ата жұртымның қазығы, түпкі түркінің азығы, Архонның жазба таңбасы, қорқыттың қобыз наз үні. Шешенде ойдың бітімі, әзілде сөздің қытығы, өгіз сау арба сынбаған, өзгермес бейдің бітімі. Сөйлеткен дала абызын, қар орманымның сан ізін, сен ертегі болып сөйлеткен, тірілткен бала абызын. Рухың өрдің сынбаған, үш жүзің түгел тыңдаған, сен қариядан қалған қатедің бес ғасыр түгел жырлаған. Ахандай сөзде бұл едің, тарихқа мәлім құл едің, Құнанбай қажы ұрпағы абайдан қалған мұр едің. Келімсек сөзге жат едің, қанғадайтылар дат едің, дүрлерден қалған жыр едің, абыздан қалған бат едің. Бірде зор, бірде жай түсіп, рухына сіз сай түсіп, аузында келдің мұң едің, ақындар айтқан айтысып. Тауып сөз сөйлер оқтаулық, тентегін айтар тоқтау боп, арысы өлген арудың тілінен шықтың жоқтау боп.
тіліме. Тәңірім бақ қонғай, шерғалар қойса мақтармай. Құстар да сайлап, анамша күбірлеп аспан жатқандай. Ән Қазақстаным орындайтыны Айгерім Таңатова, Айгүл Ердәулетова. Жер деп соққан жүрегі, бұл даланың таутасы да киелі. Адалдық пен әділеттің мекені, Қазақстан қайсарлықтың ұланы. Елім менің әнімен орындайтын сахнада аудандық мәдениет үйінің әншілері қарсы алыңыздар. Oh
қазақстаным жасыл орманым қуанышымды жасыра алмадым аңсаған бабам аңсаған елім бостандық еді ол асыл арманым елім менің аңсаған Тасбұғаудан босаған құтты болсын отауың ол берік болсын ол босаған Babamның қаны, анамның жасы сіңген бұлдаған қымбатсың маған береке бірлік қамалдың басы ұрпаққа мәңгі тіл хат шыдаған күйімсің жауың сүйімсің досың жиылсын қауым қиылсын көшің ертеңің үшін аянба ерің ояншы елім жиылсын есің елім менің аңсаған Тасбұғаудан босаған құтты болсын отауың ол берік болсын ол босаған ұрпақ үшін ел үшін ата мекен жер үшін берекең мен бірлігің ол таси берсін ол ырысың елім менің аңсаған Тасбұғаудан босаған құтты болсын отауың ол берік болсын ол босаған Ата заңын алтындаған 27 жылда өмір өрнегін мәңгілікке салған бабаларға арман бүгінге қорған болған болашаққа баян Конституция күні тағы да құтты болсын қазақ елінің керегесі кең шаңырағы биік болғай Конституцияға ұқыптылықпен қарау абзал борышымыз. Ата заңымыз айбарлы, тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болсын. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын ағайын. Қош сау болыңыздар.